Сәлем достар, алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Аспиринді біз басымыз ауырғанда ғана ішіп жатамыз. Қазір мен сіздерге аспириннің басқа да пайдаларымен бөлісемін. Аспириннің бірінші пайдасы қайызақты кетіруге көмектеседі. Ол үшін аспириннің 2 таблеткасын ұсақтап, өзіңізге жеткілікті шампунь мөлшерімен араластырып, шаш түбіне жағып, массаждап 2 минуттан кейін жылы сумен жуып аламыз. Бұл әдіс қайызға кетіруге көмектеседі, қайызға кетіп шашыңыз жылтырайды. Аспириннің екінші пайдасы ол безеуді кетіреді. Қабынуға қарсы қасиетінің арқасында аспирин теріні тыныштандырып, безеуді кішірейтеді. Ол үшін аспириннің 2-3 таблеткасын ұсақтап, лимон шырынымен араластырамыз. Қосындыны безеуге жағып 1 минут шамасында ұстаңыз. Артынша жуып тастаңыз. Бұл масканы күнге шығар алдында қолдануға болмайды. Аспириннің үшінші пайдасы жәндіктер шаққанда пайда болатын қышу мен ісінуді басады. Ол үшін аспириннің таблеткасын сумен араластырып, шаққан жерге жағып, бірнеше минутқа қалдырыңыз. Аспириннің төртінші пайдасы киімдердегі дақтарды кетіреді. Ол үшін аспириннің 1 таблеткасын жылы сумен араластырып, дақтарға жағып, 1 түнге қалдырыңыз. Ертеңіне киімдерді жуып аласыз. Аспириннің 5-ші пайдасы кесілген гүлдердің өмірін ұзартады. Гүл салынған ыдыстағы суға аспириннің 1 таблеткасын қосыңыз. Сонда гүлдеріңіз ұзақ жайқалып тұрады. Назарларыңызға рахмет, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.